Жетістікке әрқашан ең ақылды адам жете бермейді. Көп жағдайда өмірде көп практика жинаған, қанша рет қалса да қайта тұрған адам жетеді. Бұл видеода 4 итке эксперимент жасалады. Бір тамақ, күрделі лабиринт. Әрқайсысы өз жолымен жүгіріп бастайды. Бірі тиыққа тіреледі, бірі айналып кетеді, бірі тоқтап қалады. Дәл өмір сияқты. Кейбір адамдар жағдайым жоқ, мүмкіндік берілмейді, қолымнан келмейді деген сылтау айтады. Ал кейбіреулер тоқтамайды, қайта іздейді, қайта көреді, әрекеттерін өзгертеді, бірақ мақсатын тастамайды. Соңында тамаққа бір ғана ит жетеді. Өйткені ол ең мықты болғандықтан емес, ол тоқтамағандықтан. Сіздің де арманыңыз бірден орындалмай жатса, бұл болмайды деген сөз емес. Мүмкін сіз ерте беріліп қойған шығарсыз. Блог бастаймын деп неше рет ойладыңыз, неше видео салдыңыз, видеоларыңыз өтпей мотивацияңыз өшіп қалған сәттер болды ма? Көп адам дәл сол жерде тоқтайды, ал нәтиже тоқтамаған адамдарға келеді. Болмай жатса, өзіңізді емес, әрекетіңізді өзгертіңіз. Бірақ мақсатыңызды тастамаңыз. Бір видео атпаса, келесісін салыңыз. Бір идея өтпесе, басқасын байқап көріңіз. Ең бастысы қозғалысты тоқтатпаңыз. Бір күні дәл сіз күткен нәтиже келеді. Себебі сіз бас тартпадыңыз. Ал бәрі кішкентай тәртіптен басталады. Таңғы ритуалдан, аздан үздіксіз дамудан, өзіңізге сенуден, күнде аз да болса әрекет етуден. Таңғы ритуал өз арманыңа күн сайын мен дайынмын деп жасайтын алғашқы қадамың. Басты тоқтамаңыз, сонда ғана жетістікке жетесіз. Ал осы видеоны бір нәрсе бастап тоқтап қала беретін досыңызға жіберуді ұмытпаңыз.